Әлемде барлық мақтау Аллах Тағалаға тән. Жалғыз оны ғана мақтаймыз және бір өзінен ғана жәрдем тілейміз. Жан дүниелеріміздің жамандықтарынан, істеп қойған істеріміздің кесірінен оған сыйынамыз. Ол кімді тура жолға салса, оны адастырушы жоқ. Ал кімді адастырса, оны тура жолға салушы жоқ. Аллах Тағаладан басқа тәңір жоқтығына, серігі жоқ жалғыз екендігіне куәлік береміз. Және де Мұхаммед оның құлы әрі елшісі екендігіне куәлік береміз. Сондай-ақ ардақты пайғамбарымызға Аллах Тағаланың салауатын, сәлемін, рахымын, берекелерін тілейміз. Және де оның әулетіне, сахабаларына, және де солардың жолымен, ихсанмен ергендерге. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті жамағат, біз сіздермен Рамазан айының тәлім тәрбиесіндеміз. Аллах Тағаланың сәттілігін тілей отырып, бүгін сіздермен Рамазан зікір айы, Аллах Тағаланы еске алу айы деген тақырыпта сұхбаттасамыз. Аллах Тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін. Құрметті жамағат, Аллах Тағала бізді өзіне бойұсынуымыз үшін жаратқандықтан, яғни түпкі мақсатымыз осы. Алайда осы мақсатты іске асыруымыз үшін, Аллаға деген бойұсынуымызды өміріміздің күллі қырынан көрсете алуымыз үшін Аллах Тағала бізге осы дүниені жаратты. Осы дүниеде өмір сүруімізді, тіршілікті, күллі нәрселерді біздің қызметімізге жаратып берді. Бірақ түпкі мақсат ол Аллах Тағалаға бойұсыну және сол аманатта жақсылап атқарған түрде алдына ертең құзырына ораламыз. Өйткені негізгі өмір ол ақырет өмірі. Бұл дүние ол тек қана сынақ майданы. Алайда бұл сынақ майданы бізге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ескерткендей, бұл дүниенің Аллах Тағаланың алдында масаның қанатына татитындай құны жоқ. Бұл тек қана сынақ майданы. Міне сондай құнсыз болуына қарамастан, сынақ деген нәрсе реалды болу үшін Аллах Тағала бұл дүниені жаратқан кезде бұған сондай бір әдемі бейне берген. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқандай: «Инна дуния хадиратун хулватун». Расымен де бұл дүние сондай нәпсіге тартымды, сондай тәтті дейді. Міне бұл өзінің осындай тәттілігімен, осындай әсемдігімен, өзінің осындай әрбір көктемдегі балғындығымен бізді жаңағы негізгі түпкі мақсатымыздан адастырып жіберуі мүмкін. Біз оған алданып, арбалып, яғни дүниедегі түпкі мақсатымыз Алла емес, осы дүние болып кету қаупі бар. Алайда Аллах Тағала бұны өзінің білімінде, рахымында ескерген. Сондықтан бұл дүние бізді азғыра алмасы үшін, бұл дүниенің кез келген қызық нәрселері тек қана өзінің адал шеңберінде пайдалануымен болмаса, жалпы бізді негізгі түпкі мақсатымыздан адастыра алмау үшін, азғыра алмасы үшін Аллах Тағала бізге негізгі қару құралдарымызды берген. Яғни оның ішіндегі ең маңыздысы ол Аллах Тағаламен байланыс әрдайым қызу үстінде болуы үшін зікір деп аталады. Яғни Аллах Тағаланы еске алу, Алла Тағаланы еске алудан ажырамау. Егер де біз осы Алла Тағаланы еске алудан ажырамасақ, онда бұл дүние бізді түпкі мақсатымыздан ажырата алмайды. Егер де біз одан ажырап қалсақ, мысалы бір қарапайым мысалды келтірейік. Біздің біреуіміз базарға барған кезімізде бір ғана көйлек сатып алу керек болған еді мақсатымыз. Тек сол үшін ғана үйден шыққан болатынбыз. Алайда базарға барған кезде ол жердегі саудагерлер өздерінің жұмыстарын жасап жатады.
әркім өзінің алдындағы тауарын қызықтырып сол нәрсеге қарай шақырып ұсынып жатады. Сол кезде мен жаңағы негізгі мақсатымнан адасып, басқа бір нәрселерді сатып алып қоюы мүмкін. Сондай-ақ үйден шыққан кезде тек сол мақсат үшін ғана шыққан едім, алайда үйден келе жатқан кезде тағы біреулер мені шақырып жүр, анда кеттік, мұнда кеттік деген кезде сондай бір бос бір әңгімелерге, бос істерге қарай уақытымды өткізіп, сонымен әйтеуір сондай бір жеңілген күйде үйге қайтып келуі мүмкін. Біз де ертең Аллах Тағаланың алдына қайтып барамыз. Алайда қайтып барған кезде осы Аллаға деген бойұсыну аманатымызды біз алдына алып келеміз. Оның алдына таразыға бұл амал салынады, күллі өзінің көріністерімен. Сондықтан да аманатта Раббымыздың алдына ертеңгі күні аман есен, жақсы түрде сақтап алып келуіміз үшін біз Аллах Тағаланы ұмытпау керекпіз. Осы Аллах Тағаланы ұмытпау, ол осы Аллах Тағаланы еске алу деген сөз. Неғұрлым біз Аллах Тағаланы еске аламыз, соғұрлым Алла Тағаланың алдындағы бұйрықтары, тыйымдары, құқықтары, адамдармен байланысты бізге үйреткен құқықтары, күллі тәлім тәрбиесі ұмытылмайды ешқашан. Ал егерде Аллах Тағаланы ұмытатын болсақ, оны ұмыттыратын тек осы дүние. Сондықтан да оны Аллах Тағаланы ұмытатын болсақ, онда біз күллі нәрсені ұмыттық деген сөз. Біз күллі нәрсені ұмытқан кезде, бұның ең қауіпті нәрсесі мен өзімді өзім ұмыттым болды. Мен осы құнсыз дүниенің бір құнсыз бөлігіне айналған дүниенің құлы ғана болдым да. Ал егерде сіз Аллах Тағаланы еске алудан ажырамайтын болсаңыз, онда Аллах Тағаладан түскен білім, Аллах Тағаладан түскен Құрандағы нұр, осының күллісі сіздің жүрегіңізден ешқашан ажырамайды. Сондай-ақ сіз анау күнмен, аспандағы жұлдыздармен болмысыңыз туралы салыстырылғанда кішкентай, көзге көрінбейтін, ілікпейтін нәрсе болсаңыз да, әлемдердің Раббысының алдында сіз осы күллі дүниеден маңызды бір Алланың құлына айналасыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқандай, бір мұъминнің өлтірілуіне қарағанда Аллах Тағала үшін мына бүкіл әлемнің құрып кеткені жеңілірек дейді. Қараңыз, қандай дәрежеге Аллах Тағала сізді көтереді. Сондай-ақ кешегі дүние туралы айтқан хадисінде, дүние лағнеттелген, оның ішіндегі күллі нәрсе лағнеттелген деп, ішіндегі 4 қасиеттің әуелгісін зікірден бастайды. Тек қана Алланы зікір етуді айтпағанда деп. Тек қана Аллах Тағаланы еске алумен, құрметті жамағат, Аллах Тағаланы зікір етумен біз бармыз Аллах Тағаланың алдында. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бізге айтқанындай, «Мәсәлулләзи яскуру роббаху, вәлләзи ла яскуру роббаху, мәсәлул хайи вәл мәйети» дейді. Раббысын еске алатын адамның мысалы, және де Раббысын еске алмайтын адамның мысалы, тірі мен өлінің мысалындай дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл хадисінде жеке тұлғаға арналған мысалды айтса, яғни жеке ер адам, жеке әйел адам дегендей мысалы. Ал енді жалпы отбасына мынандай мысал береді: «Мәсәлул бейти әлләзи юскаруллаху фихи, вәл бейту әлләзи ла юскаруллаху фихи, мәсәлул хайи вәл мәйети». Ішінде Аллах Тағала зікір етіліп жатқан үймен, ішінде Аллах Тағала зікір етілмейтін үйдің мысалы тірі мен өлінің мысалындай дейді. Қараңыздар, Аллах Тағала қандай нәрсені үйретіп отыр біздерге? Аллах Тағаланы зікір етумен біз тірі екенбіз. Құрметті жамағат, біздің тәніміз үшін, тәніміздің тыныс алу үшін, өмір үшін ауа қаншалықты қажет болса, ауаның рөлі қаншалықты маңызды болса, онда зікір біздің жанымыз үшін соншалықты маңызды. Яғни біздің ішіміздегі жанымыз ол тәнімізді тірілтіп тұрғаны ғана болмаса, және де ол жан Алланы еске алмаса,
онда ол жан Аллах Тағаланың алдында өлі болып саналады. Себебі бұл тіршілік, тәнді тірілтіп тұрған тіршілігі, ол тек қана осы құнсыз дүниенің бір құнсыз бір бөлігі болып жүрген затты ғана көрсетеді. Тіпті мал екеш малдың, құс екеш құстың, олардың өздері Раббыларының жаратқан мақсаттарында өмір сүріп, Аллаға деген зікірлері мен тасбихтары ешқашан үзілмейтін болғандықтан, және де олар осы адамзаттың қызметі үшін жаралғандықтан, сондай халде егерде біз Алла Тағаланы еске алмайтын жағдайда болсақ, онда біз малдан да бетер адасқан жолда екенбіз. Аллах Тағала Құранда бізге ар-жданымызға батыру үшін осындай мағынада айтады. Улайика кал анғам, олар төрт түлік мал секілді дейді. Бәл хум адол, дәлірек айтқанда малдан да бетер адасқан. Неге? Өйткені мал тура жолда, ол сіз үшін жаралған, және ол өзінің мақсатын жүзеге асырып жатыр. Сіз үшін семіреді, ол жесе де, өссе де, көбейсе де, ол сіз үшін. Ал енді біз Аллах Тағаланы еске алмай, бейқам күйде семірсек, өссек, көбейсек, не үшін бұл? Нәпсің үшін. Осы құнсыз дүниенің бір құнсыз бөлігі болу үшін. Міне, бәлкім сізді ақтайтын, сізге қол шапалақтайтын, сізге қошеметтер сыйлайтын адамдар бар шығар. Бірақ оның барлығы Алланың алдындағы өлі атыңды бәрібір тірілтпейді. Алланы еске алып бастамайынша. Қашан Аллах Тағаланы еске алып бастайтын болсақ, сыйы керемет екен. Енді құрметті жамағат, Аллах Тағала Бақара сүресінде айтқанындай, фаскуруни аскуркум, сыйын қараңыздар, мені еске алыңдар, мен сендерді еске аламын дейді. Субханалла. Мен өлі едім-да, Аллах Тағала өзін зікір етуді нәсіп етіп, оны еске алған кезімде бір кішкентай, бір тозаңдай элементпін ғой, мына бүкіл әлемнің ішінде тұрған мысалы. Сонда сол нәрсені әлемдердің Раббысы, ұлы әлемдердің Раббысы, кемшілік сипаттардан пәк, қаншалаған жылдар бойы оның хақысында залым болғам, қаншалаған жылдар бойы оның хақысында оның айтқан білімінен махрұм болғам, өзімнің нәпсіме еріп жүргем. Міне, сөйтіп бір кезде мен оны еске алғанда, ол да мені кідіріссіз еске алады екен. Міне тіршілік қалай басталады. Міне нағыз өмір деген нәрсене, құрметті жамағат. Осылайша, құрметті жамағат, енді бір мәселені еске алсақ, бәрімізге белгілі, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Меғраж түнінде Аллах Тағаланың 5 уақыт намаз парызын, аманатын алып түскені, өз үшінде, үмбеті үшінде. Сондай-ақ бәрімізге белгілі, бұл намаз деген Аллах Тағаламен күніне 5 мәрте бізді байланыстыратын үлкен құлшылық. Сондай-ақ бізге тағы бір белгілі ақиқат, сол 5 уақыт намазды пайғамбарымыз алып түсерден алдын, оған Аллах Тағала 50 намазды берген болатын. Кейін соның 45-і Аллах Тағаланың кеңшілігімен, рахымымен түсіріліп, мойнынан 5-еуі ғана берілген болатын. Міне осы 50 намаз туралы біз ойланатын болсақ, Аллах Тағала адам баласы үшін өте рахымды, өте жұмсақ. Сонда бұл 50 намаз неліктен парыз болғалы тұрған еді? Істің басында. Әрине бұл нәпсі ешқашан түсіне алмайтын ақиқат. Алайда Аллах Тағала кімге иман берсе, өзімен екі арадағы қасиетті байланысты ұғындырса, онда біз түсінеміз. Біз Аллах Тағаланы өте көп еске алмайынша, мына дүниенің неше түрлі алданыштарынан, қызықтарынан, жамандықтарынан аман қалуымыз мүмкін емес екен. Сондықтан да біз тек қана Аллах Тағаланы өте көп еске алуымыз арқылы бізді жолдан тайдыру мүмкін жамандықтардан Аллах Тағала сол арқылы бізді сақтайды екен.
Сондықтан да құрметті жамағат, жаңағы 45 намаздың орнын біз 5 уақыт намаздың арасындағы зікірмен толтырамыз. Мысалы, Аллах Тағала Жұма сүресінде бізге былай деп баяндайды: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Фаиза қудиятис салату фанташиру фил арди вабтагу мин фадлиллах. Қашан намаз аяқталса, яғни таң намазы аяқталды, таң намазы мен бесін намазына дейінгі аралықта. Бесінді аяқтасақ, бесі мен екіндінің арасындағы аралықта. Қашан намаз аяқталса, жердің бетіне тараңдар дейді. Яғни еңбекке кірісіңдер дейді. Кейбір адамдар ойлайды, 5 уақыт намаз оқу үшін адам еңбек етпей бір отыратын адамдардың ісі деп. Жоқ, мұсылман 5 уақыт намаздың арасында еңбек қылады. Міне қараңыздар, Аллах Тағала қалай еңбекке қарай қуып жатқан намаздан кейін. Қашан намаз аяқталса, дереу жердің бетіне тараңдар дейді. Және де Аллах Тағаланың кеңшілігінен іздеңдер дейді. Ризығын іздеңдер. Өздеріңізге берілген қабілет, білім арқылы еңбектеріңді қылыңдар. Аллах Тағаланың кеңшілігінен іздеңдер. Сөйтіп үйлеріңе келіп қуандыңдар. Үйлеріңдегі отбасыларыңды асыраудан артық қалып жатса, көршіңе бер, әріптестеріңе бер, пақырларға жұмса. Яғни 5 уақыт намаздың арасында сіз осы нәрсемен, еңбекпен айналыс дейді. Алайда осы еңбекпен айналысып жатқан кезімізде, намаздардың арасында, Аллах Тағаланың кеңшілігін іздеп жүрген кезімізде, дүниеге келудегі түпкі мақсатымыз Аллах Тағалаға бойұсынуымыз, күллі жағдайда есімізден шығып кетпесі үшін Аллах Тағала мына бұйрығын қосқан. Не толық оқитын болсақ аятта: қашан намаз аяқталса, бірден жердің бетіне тараңдар, және де Аллах Тағаланың кеңшілігінен, ризығынан іздеңдер. Вазкуруллаха касира, және де Аллах Тағаланы өте көп еске алыңдар. 5 уақыт намаздың арасында аузың зікірден босамасын дейді. Халің зікірден босамасын дейді. Лааллакум туфлихун, бәлкім табысқа, жетістікке қол жеткізерсіңдер. Яғни дүниенің де, ақыреттің де. Бұл зікір, құрметті жамағат, көп адамдар түсіне бермейді. Шындап келген кезде Аллах Тағаланы зікір еткен адам, ол кез келген, мына дүниенің кез келген саласын тірілтетін адам ол. Біреулер ойлайды, Алла Тағаланы зікір етіп үйде отыра береді бұлар деп. Жоқ, Аллах Тағаланы зікір ету мына дүниенің күллі саласын берекеге толтырады. Мұсылман мына дүниенің күллі саласын меңгеру керек. Аллах Тағаланың қалауымен, Аллах Тағаланы еске ала отырып, кез келген саланы жаңғыртуға болады. Аллах Тағалаға ұнайтындай. Бұның барлығы мұсылман үшін қиын нәрсе емес. Мына дүние деген оп-оңай нәрсе. Құр адам деген тек қана жаңағындай жалқаулық, әлсіздік деген қасиеттерден алыс болса, Аллах Тағаланы еске алуыңыз, оның сол салада жұмыс жасап жатқан жерінде небір пікірлерді сыйлайды оған. Аллах Тағаланы еске алу арқылы мұсылманның ақылы, ойы нұрланады. Бұл дүниенің еңбектері түгіл, Аллах Тағала тіпті өзін көп еске алуды джихад майданында да бұйырған. Мысалы, Анфал сүресінде: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Я айюхаллазина аману иза лақитум фиатан фасбуту вазкуруллаха касиран лааллакум туфлихун. Ей иман келтіргендер, дұшпанның тобымен бетпе-бет жолыққан кездеріңде табандылық танытыңдар да Алла Тағаланы өте көп еске алыңдар. Бәлкім мұраттарыңа, табысқа қол жеткізерсіздер. Сондықтан Аллах Тағаланы еске алу деген нәрсе күллі кәсібіңнің кезінде, 2 намаздың арасында кәсібіңмен айналысып жатқан кезіңде Аллах Тағала есіңнен шықпау керек. Алла Тағаланы өзі және елшісі үйреткендей сөздермен дәріптеп, бәктеп жүру керексіз. Өйткені сол сәттеріңнің күллісін сыйлап тұрған тек ол. Сол сәттердегі тынысыңа,
мүмкіндік беріп тұрған тек ол. Сол сәттерде қабілеттерің мен біліміңнің жүзеге асуына және оның сізге пайда әкелуіне көмектесіп тұрған тағы да ол. Мен сондықтан ол күллі еңбегінің кезінде еске алынуға ең лайықты. Міне осы хақсын біз беру керекпіз. Міне сонда біз жарағындай 50 намаздың сауабы беріледі деген нәрсе, құрметті жамағат. Ол тек қана 5 уақыт намазбен шектелмейді. 5 уақыт намаздың арасында мына тіліміз қорғап қалмау керек Аллах тағаланы еске алудан. Мұсылман осындай күйде өмір сүру керек бұл дүниеде. Құрметті жамағат, Аллах тағала бізге қандай да бір амалдарды парыз қылған болса, сол парыздардың өздерінің атқарылатын уақыттары белгіленген, сондай-ақ әрбір парызға жұмсалатын уақыт көлемі де белгіленген. Тек қана зікірді айтпағанда. Зікірдің уақыты шексіз. Қандай қалыпта болсаңыз да, Аллах тағала сізді зікір етуден босатпайды екен. Мысалы, Али Ғимран сүресінде Аллах тағала айтқандай: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Инна фи хулқис самавати вал арди ва ихтилафил лейли ван нахари ла аятин ли улил албаб. Расымен де көктер мен жердің жаратылысында, түн мен күндіздің ауысуында ақыл иелері үшін Алла тағаланы пікірлеуіне әлбетте аяттар бар дейді. Ол ақыл иелері деген кімдер деп сұрайтын болсақ, келесі аятында айтады: Әллазина язкуруналлах. Олар Аллах тағаланы еске алатындар. Қияман. Түрегеп тұрған күйлерінде де, жүріп баратқан күйлерінде де, ва қуғудан, отырған қалыптарында да, ва ғала жүнубихим, жамбастарына жантайған қалыптарында да. Аллах тағаланы еске ала отырып, олар мынандай пікірге беріледі: Уаятафаккаруна, және де олар ойланады, пікірлейді. Фи хулқис самавати вал ард. Көктер мен жердің жаратылысына назар аударып, сонда олардың зікірлері мен пікірлері мынандай дұғаны шығарады екен: Раббана, Раббымыз, ма халақта хаза батилан. Сен осының бәрін босқа жаратпадың. Субханака. Кемшілік сипаттардан пәксің, мінсізсің. Фақина азабаннар. Сен бізді от азабынан сақтай көр. Раббана, иннака ман tudkhilin nar faqad ahsaytahu. Раббымыз, расымен де сен ертеңгі күні қияметте кімді тозаққа кіргізген болсаң, онда сен оны абыройдан айырған болдың. Ва ма лиззалимина мин ансар. Әділетсіздер үшін жәрдемшілер болмайды. Раббана, иннана самиғна munadiyay yunadi lil imani an aminu bi rabbikum. Раббымыз, біз шынымен де иманға қарай шақырып жатқан шақырушының насихатын естідік. Ол бізге Раббыларыңа иман келтіріңдер деген еді. Фааманна. Міне Раббымыз, біз иман келтірдік. Раббана фағфир лана зунубана. Раббымыз, біздің күнәларымызды кешіре көрші. Ва каффир анна сайятина. Жамандықтарымызды бізден кетіре көрші. Ва таваффана мағал абрар. Сондай-ақ Раббымыз, біздің жанымызды ізгі құлдарыңмен бірге алғайсың. Раббана ва атина ма вағаттана ала русулика. Раббымыз, сондай-ақ бізге елшілерің арқылы бізге уәде еткен нәрселеріңді бере көрші. Ва ла тухзина яумал қияма. Бізді қиямет күні қорлай көрмеші. Иннака ла тухлифул миғат. Расымен де сен уәдені ешқашан бұзбайсың. Міне құрметті жамағат, мына дұғалардың күллісі Алла тағаланы зікір етуден туған дұғалар. Егер де біз шынымен де Аллах тағаланы өте көп еске алушылардан болсақ, Аллах тағала біздің ақыретімізге байланысты да осындай
дұғаларды сыйлайды, және олар шынымен де шын жүректен шығатын болады. Сондай-ақ Аллах Тағаланы әрбір екі намаздың арасында еске алып жүретін болсақ, Аллах Тағала біздің жанымызға тазалық сыйлайды, жұмыстарымызға небір пікірлер сыйлайды. Жұмысың одан әрі дамуға Аллах Тағала жылжытады. Себебі ол пәк, күллі береке оның иелігінде. Сен оны еске алған кезіңде ол таза, сен тазарасың. Сен оны еске алған кезіңде ол күшті, сен күшейесің. Сен оны еске алған кезде бүкіл береке оның иелігінде. Берекеге толады иманың да, кәсібің да, жан дүниең де, денсаулығың да. Ол ұлы беделдің иесі. Сен оны еске алған кезде Аллах Тағала абыройға бөлейтін істерді нәсіп етеді. Абыройға бөлейтін мінез құлықтарды, жүріс-тұрыстарды нәсіп етеді. Ол Аллах Тағала өте қайырлы. Сен оны еске алған кезде айналаңа да, отбасыңа да өте қайырлы боласың. Оны еске алумен оның күллі көркем есімдерінің берекесі сізге жақсы қасиеттерді жұқтырады. Міне осы жерде, құрметті жамағат, біз пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам мына хадисін өте жақсы түсіне аламыз. Абу ад-Дардадан жеткен риуаяттар радиаллаху анху, Аллах Тағаланың елшісі былай деген екен: «Ала унаббиукум би хайри аъмаликум ва ардаха инда маликикум ва арфағиха фи даражатикум ва хайрун лакум мин инфақи الذهب والورق ва хайрун лакум мин ан талқау адуакум фатадрибу ағнақахум ва ядрибу ағнақакум». Мен сендерге патшаларыңның Аллах Тағаланың қасындағы оны ең разы қылатын, ең хайырлы амалдарың жайлы, дәрежелерің тұрғысынан ең биік мәртебеге бөлейтін, сондай-ақ алтын мен күмісті жұмсаудан да сендер үшін хайырлы болатын, сондай-ақ дұшпанмен майданда жолығып, олар сендердің мойындарыңнан, сендер олардың мойындарынан шапқанынан да хайырлы амалдарың жайлы хабар бермейін бе деген кезде, адамдар қолу бәлә, о не дегенің? Беріңіз, я Аллахтың елшісі. Қола зикруллахи тағала, Аллах Тағаланы зікір етулерің дейді. Міне осындай мағыналарды жақсы түсінген сахабалар, Сала Айша анамыз радиаллаху анха пайғамбарымыздың мынандай бір сөзін бізге жеткізген: «Ма мин сағатин тамурру би ибни Адама ла яскуруллаха таала фиха илля тахассара алейха яумал қиямати» дейді. Адам баласы өзінің күнделікті өміріндегі қандай да бір сағаттың ішінде Аллах Тағаланы еске алмаған болса, қиямет күні сол сағаты үшін қатты өкінеді дейді. Сол сағатты зікірсіз өткізгендігі үшін қайғырады дейді. Сондай-ақ Муаз ибн Джабал өзінің бір сөзінде бұл сөзін пайғамбарға да көтерген саллаллаху алейхи вассалам: «Лайса тахассуру ахлил джаннати илля ала сағатин маррат бихим лам яскуруллаха азза ва джалла фиха». Жәннаттықтар осы дүниеде Аллах Тағаланы еске алуларына мүмкіндігі беріле тұра, соны зікірсіз өткізіп алған бір сағат үшін күйінетін болады дейді. Жәннаттықтар осы сағатқа күйінгендей басқа нәрсеге күйінбейді дейді. Сондай-ақ, құрметті жамағат, Аллах Тағаланы қандай да бір зікір сөздерімен еске алған кезімізде, яғни Құрандағы немесе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің сүннетінде үйретіп кеткен зікір сөздері арқылы еске алған кезімізде, бұл зікірдің өте бір салмақты болуы үшін сол зікірмен байланысты сауапты оқып
біліп алғанымыз тамаша болады. Мысалы, لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير деген зікір сөзі. Егер де біз бұл сөзді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өсиет еткендей күніне 100 мәрте айтатын болсақ, 100 мәрте, онда бұл 10 құлды азат еткен сауапқа бөлейді екен. Және де 100 жақсы іс жасады деп жазылады екен. Және де 100 жаман іс өшіріледі екен. Және де осы дұғамызды, яғни осы зікіріміздің өзі бір дұға секілді. Осы зікіріміз арқылы Аллах Тағала сол таңнан кеш батқанға дейін шайтанның күллі амал айлаларынан қорғап қояды екен. Сондай-ақ кімде-кім осы зікірді 100 рет айтқан болса, бұл адамнан артық ешкім істей алмайды екен, тек қана бұдан артық санмен айтқан адамды айтпағанда. Міне, Аллах Тағала бізге осындай сөздерін елшісі арқылы саллаллаху алейхи вассалам үйретіп қойған. Біз тек қана осыны ерінбей айту деген нәрсеге берілу керекпіз. Мысалы, Субханаллахи ва бихамдихи деген сөз. Егер оны 1 мәрте айтатын болсақ, онда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бізге кім осыны 1 мәрте айтқан болса, оған жәннатта құрма ағашы егіледі дейді. Бұл осы дүниемен тек қана атағана ұқсап тұр. Құрма, алайда ол құрманы, жәннаттағы құрманы ешкім әлі көріп те сезіп те білген емес. Субханаллахи ва бихамди деп өстіп пайғамбарымыздың өсиетімен айтқан болсақ, онда жәннатта бір құрма ағашы егіледі дейді. Ал егер де сіз бұны 100 рет айтсаңыз ше. Не сондықтан зікірдің шегі жоқ. Ол әркімнің иманына тапсырылған нәрсе. Сондай-ақ әркім бір белгілі бір санды айтып жүрген кезде біреуге оны міндеттеп жібермеу керек. Бірақ өзінің жүрегінде ол енді шаршамау керек, қанша айтам десе де. Сондай-ақ бұл зікірлері бағанағы Аллах Тағала айтқандай, Аллах Тағаланың ризығын іздеуіңізбен бірге жүретін нәрсе. Яғни зікір еңбектен, тағы басқа нәрселерден тоқтатып қалмау керек. Өйткені Омар радиаллаху анху айтқандай, аспан алтынмен күмісті жаумайды. Ол намаздан кейін жердің бетіне тарап кету арқылы Аллах Тағаланың кеңшілігінен, ризығынан еңбекпен іздеуіңіз арқылы Аллах Тағала сізге соны береді. Алайда сол кәсібіңіздің басынан аяғына дейін сіз Аллах Тағаланы еске алудан босамау керексіз. Сол секілді, құрметті жамағат, кейде күнәлар жеңіп, жүрегіміз бір қатайып қалған кездер болады. Мысалы, бір кісі келіп Әл-Хасан әл-Басридан сұраған кезде, рахимахулла, менің жүрегім қатайып кеткен, не істесем болады дейді. Сонда оған әзибху би-зикри, сен оны зікірмен ертсеш дейді. Қандай керемет кілтті. Яғни мен жүрегім қатайып қалған. Сөйтіп Аллах Тағаланы еске алуға отыру керек екен. Сосын ол еске алу, ол тек қана жаңағындай Субханалланы, Альхамдулиллахны, Аллаху акбарды бір тез-тез тарсылдатып айту емес ол. Өйткені оның әрқайсысы ұлы сөз болғандықтан, ол кәдімгідей салмақты түрде айтылу керек. Мысалы, астағфирулла ва атубу илейхиді өзіңіз отырып соны бірнеше мәрте асықпай айта беретін болсақ, 30 минут отырам ба мен, 1 сағат отырам ба, өйткені менде проблема тұр. Менің жүрегім қатайып кеткен, мен оны жібітпесем болмайды. Мен оны жібітпесем, мен айналама береке шашпаймын мен. Мен тіпті намаз оқып жүрсем де, сол қатып қалған жүрекпен оқимын оны. Сондықтан мен оны жібіту үшін, мен осындай зікір сөздерді пайдалану керекпін. Пайғамбарымыз үйреткендей, астағфируллаха ва атубу илейхи, Аллах Тағаладан кешірім сұраймын, және оған тәубамен ораламын деп. Мен оны соны әрқайсысын ақырын айтып отыру керекпін. Оның жүректі ертпеуі мүмкін емес. Мен тек жаңағы тез-тез айтумен оның қадірін, оның пайдасын сезе алмай жүрген адаммын.
ол солай отырылып жасалу керек. Мен 30 минут отырып, 1 сағат отырып, мен сол жүрегімді жібітейін. Содан кейін барып мен ғана өзіме де, басқаларға да пайдалы болатын шығарым. Сондықтан бұл нәрсеге өте қатты көңіл бөлейік, құрметті жамағат. Көптеген жүрегіміздің қатып қалған тұстарының ерімей жатқан себебі біз осы зікірді дұрыс қолданып жүрген жоқпыз. Кешегі Юнус, мысалы, алейхиссалам, балықтың ішінде болған кезінде «Ла иляха илля анта субханака, инни кунту миназ залимин». Сенен басқа тәңір жоқ, сен пәксің, мінсізсің. Сен маған бұлай істеме дедің, мен істедім. Міне мен өз айтқаныммен істеп, әділетсіздерден болып қалдым. Өзіме өзім әділетсіз жасағандардан болдым. Осы сөзді қайта-қайта 100 рет жүрегіңізді ұрсаңыз осы сөзбен. Жарты сағат отырып ұратын болсақ осы сөзбен жүрегімізді. Жібімей ма? Жібейді. Тек мен жалқаумын. Маған басқаша ертетін тәсілдер керек. Жоқ басқаша ертетін тәсілдер. Аллаға осылай зікір етіп берілуіңізден басқа жолы жоқ оның ертілетін. Күллі жақсы халді осы Аллах Тағаланы еске алу ғана сыйлайды. Менің жүрегімнің қатайып кеткеніне Аллах Тағаланы көп еске алмағаным, бейқам болғаным, 5 уақыт намаз оқысам да 5 уақыт намаздың арасында бейқамдығым көп болғандықтан менің жүрегім қатайып қалған. 5 уақыт намаздың шамасы жетпей жатыр. Көрдіңіз ғой. Сондықтан Аллах Тағаланы еске алуды көбейтуіміз арқылы ең бірінші біз ол зікірді мына жүректі ерту үшін жасау керекпіз. Тек қана жаңағындай бір сауаптар жинап алайын деген мағына емес. Мына жүректі тірілту керек ол. Мына жүректегі тастарды сындыру керек. Бұл тастардың бәрі өзімнің күнәмнен жинаған кесірім. Міне, Аллаға қарай дұрыс ықыласты да бола алмай жатырмын. Сүйін десем бүкіл нәрседен артық сүйе алмай жатырмын. Намазды бір керемет ықыласпен оқиын десем, оқи алмай жатырмын. Түнде бір намаз оқиын десем, оқи алмай жатырмын. Осы нәрселер менің жүрегімді қазір қаптап тұр. Осы нәрселердің барлығын ерту үшін, сындыру үшін Аллах Тағалаға жалынып зікір ету керекпін. Отырып алып жарты сағат па, 1 сағат па мен зікір ету керекпін мен. Менде проблема, мен осы проблеманы шешу керекпін қазір. Менің ана дүниедегі көп отқан проблемаларының көбісі ризық тұрғысынан ба, тағы басқа нәрселерден ба, күллісі осы нәрсеге кеп тіреліп тұр. Мен сондықтан есігі осы жерде болғандықтан мен осы жерде Раббыма қарай жалбарыну керекпін, жалыну керекпін. Өйткені мен оны солай отырып, жарты сағат, 1 сағат өзіңіз ойлаңыз, сен жалынып отырсың Аллаға. Есік алып, Аллахым кешіре көр, Аллахым кешіре көр деп отырсың. Не айтып атқаныңды түсініп атсың. Міне осылай сен жалынып, Алланы зікір етіп атқан кезіңде Аллах Тағала уәде етті ғой. Мені есік алыңдар, мен сендерді есік аламын деп. Сосын ол бір есік алған сәтіңнен де болып кетпейді, Аллах Тағала сынайды. Бүгін де солай істе, ертең де солай істе, бір күні де солай істе. Міне Рамазан айы қазір бізге мүмкіндік. Осылай есік ал Раббыңды. Бір кезде жаңағы тастарды Аллах Тағала қиратады. Өзі Әл-Бақара сүресінде айтқандай: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Сумма қасат қулубукум мин баъди залика фахия кал хижарати ау ашадду қасуа. Міне осыдан кейін сендердің жүректерің қатайып кетті. Сендердің жүректерің тас сияқты, немесе одан да қатты күйге енді. Ва инна минал хижарати лама ятафаджару минхул анхар. Расында да тастардың арасында ішінен өзендер ағатындары да бар. Ва инна минха лама яшшаққу фаяхруджу минхул ма. Әрі олардың арасында жарылып ішінен су шығатындары да бар. Ва инна минха лама яхбиту мин хашиятилла. Сондай-ақ олардың Алладан қорқып құлап түсетіндері де бар. Ва маллаху биғафилин амма таъмалун. Алла Тағала сендердің істеген нәрселерің туралы ғафыл емес. Міне құрметті жамағат. Сондықтан Алла Тағаланы беріліп тұрып еске алатындай болсақ, ол біздің ең әуелі осы жан дүниеміздегі проблеманы жібітетін болса, осыны шешсе,
одан кейінгі дүниедегі проблемалар проблема болмай кетеді. Күллісі өзінің орнына келе қояды. Міне құрметті жамағат, сондықтан Аллах тағаланы беріліп зікір ететін болсақ, Аллах тағала бізді еске алады. Сондағы ең маңызды нәрсе, құрметті жамағат, сіздің Аллах тағаланы еске алуыңыз арқылы Аллах тағаланың сізді еске алуы деген ол үлкен дәреже ғой. Ол әлемдердің Раббысы күнәға батып тұрған, жүрегім қатайып қалған құлын еске алатын болса, неге жібімесін ол жүрек? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқандай, Аллах тағала Құдси хадисте былай деп айтқан екен: «Ана инда зонни абди би». Құлым мен жайында ойлап отырған кезінде мен оның ойының қасындамын дейді. Қараңыздар, бізге деген қамқорлығы қандай. Инсонна би хайрон фалаху. Егер де ол мен жайында жақсы ойласа, онда сол ойы өзіне хайырлы болады. Ва инзонна шарран фалаху. Егер де ол жаман ойласа, онда сол ойы өзіне болады. Мысалы, жаңағындай зікір жасап отырған кезде де 30 минутқа 1 сағатқа жеткізбей, мен енді бұл жібімейді, енді болды осы кеткенім деп шайтанның уәсуасымен тұрып кете берсең, қандай нәтиже болады? Ал егер де жоқ, мен Раббымның алдында бүгін де отырам, ертең де отырам, бүрсігүн де отырам, сөйтіп Аллах тағала менің көкірегімді қайтадан ашады, өзіне қарай ашады деген болса, Аллах тағала жаңағы хадистің, Құдси хадистің соңында «Ва ана мааху иза закарани». Мен құлыммен біргемін, ол мені еске алып жатқан кезде дейді. Міне құрметті жамағат, Юнус алейхиссалам балықтың ішінде қалған кезде Алла тағала мынандай бір әдемі кілтті көрсетуде бізге. Ас-Соффат сүресінде «Ағузу биллахи минаш шайтанир раджим, фалаула аннаху кана минал мусаббихин». Егер де ол Алла тағаланы сол балықтың ішінде дәріптеушілерден, пәктеушілерден, еске алушылардан болмағанда, яғни Аллах тағаланы кемшілік сипаттардан пәктеп, өзін жазғырушылардан болмағанда, ләләбиса фи батнихи иля яуми юбғасун. Адамзат қайта тірілетін күнге дейін сол балықтың ішінде қалар еді дейді. Яғни біз де өзіміздің сол қатайған жүрегімізде қала береміз. Егер де қатайған жүрегімізді Аллах тағаланы көп еске алумен ертпесек, Аллах тағала осы зікірдің қадірін, мәнін, сәнін жан дүниемізге сыйласын. Құрметті жамағат, осы Рамазан айында Аллах тағаланы күндізде түнде де 5 уақыт намаздардың арасында қандай да бір жұмыспен шұғылданып жатсақ та, Аллах тағаланы еске алудан босамауға талпынайық. Және де сұхбатымызды пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам Муаз ибн Джабалға айтқан өсиетімен тәмамдаймыз. Муаз ибн Джабалдың айтуынша, Аллах тағаланың елшісі саллаллаху алейхи вассалам менің қолымнан ұстап: «Ей Муаз, мен сені шынымен де жақсы көремін». Сонда мен оған: «Мен де сізді жақсы көремін, я Аллахтың елшісі». Сол кезде Аллах тағаланың елшісі маған бұлай деп айтты дейді: «Фәлә тадағ ан тақула фи кулли салатин». Әр намазыңда мына дұғаны атқарусыз қалдырма: «Робби әғинни аля зикрика ва шукрика ва хусни ғибадатик». Раббым, маған жәрдем берші, өзіңді еске алуға, өзіңе шүкір етуге, және де өзіңе жақсы құлшылық жасауға. Міне әрбір намаздың соңында айтылуымен, құрметті жамағат, зікірге жәрдем берші дегеннен кейін, келесі намазға дейін біз зікірде, және де шүкірлікте, және де жақсы құлшылықта болу керек екенбіз. Аллах тағала осы айтылған сұхбатымыздың бәрімізге берекелі қылсын.